әріптестер, бүгін мен сіздерге Flipity платформасында жұмыс жасаудың бірнеше түрін көрсетемін. Бұл ең бірінші түрі мынау шеңбермен жұмыс жасау. Бұл шеңбер оқушылардың атын рандомно таңдауға көмектеседі. Мінекей мен айналдырдым. Айналдырған кезде оқушының есімі пайда болды. Сондай-ақ біз оқушыларды жұптастыра аламыз автоматты түрде, 3-3-тен бөле аламыз, немесе 2-3 командаға бөле аламыз. Енді осы нәрсені біз қалай жасай аламыз? Барлықтарыңыз іздеу парағына Flipity.net деп жазасыздар. Және де сіздерде міне random name picker деген шығады. Осы жерде шаблон, демонстрация және инструкция деген бар. Сіздер бірден шаблонға барасыздар. Шаблонға барғаннан кейін сіздерде копия документа создать копию деген шығады. Басамыз. Кейін мына жерде уже дайын күйінде есімдер тұр. Бұл ағылшынша. Сондықтан барлығын өшіріп тастаймыз. Жоғарғы жағында көкпен жазылған сөздерге тиіспейміз. Егер де сіздер ол көк жолақпен жазылған сөздерге тиісетін болсаңыздар, байқамай өшіріп алатын болсаңыздар, онда сіздердің жұмыстарыңыз сәтті шықпайды. Сондықтан да міндетті түрде тек қана қара жазумен берілгенді өшіреміз де, name, фото дегендерге тиіспейміз. Сонымен енді біз оқушылардың есімін жазайық. Самат, мысалы үшін мен жазып жатырмын. Марат, Арай, Мирас. Осылай жазамыз. Енді бізде оқушылардың есімі шықты. Мына жерде 12 оқушының есімі. Келесі бөлікте файл деген тұрады. Файлға барамыз. Бірден сіздер опубликовать в интернете дегенге басасыздар. Содан кейін мына кезде жасыл опубликовать деген шығады. Окейді басамыз. Мінекей сіздерге сілтеме шықты. Сілтемені бірден копировать етіп, мына жерден жаңа іздеу парағына қоямыз. Және де Enter'ді басасыздар. Мінекей сіздерде жаңағы оқушылардың есімі шықты. Енді бізде домалақ шеңбер шығу үшін мына кезде get the link there деген бар. Осыны басқан кезде міне қою көкпен сіздерде шығады. Осы сілтемені біз көшіріп аламыз. Міне копировать етеміз. Және де жаңа беттен оны қойып, қайтадан Enter'ді басамыз да. Мінекей сіздерде міне жаңа ғана біздің жазған оқушыларымыздың есімі шықты. Оны айналдырып сабақта қолдана береміз. Бұл тәсілдің тиімділігі оқушыларды мысалы жауап беру керек болған кезде оқушылардан кім жауап береді деп сұрамай, бірден осыны айналдырып жіберіп, Мирас сен жауап бере ғой. Мирас жауап беріп біткенше келесі айналдырып, Мадина сен жауап бере ғой деген сияқты. Бұл оқушылардың да жинақылыққа тәрбиелейді, яғни әр оқушының қазір кімді мен атап қалуы мүмкін деген сияқты оларда бір іштей дайындығы болады. Бұны онлайн сабақтарда да және де офлайн сабақтарда да қолдануға болады. Сондай-ақ егер де сіздерге қазір жұптық жұмыс жасау керек болатын болса, бірден оқушыларды автоматты түрде жұптарға бөліп жібересіз. Оқушылар жұпта осы тапсырманы орындайды. Сондай-ақ егер де топтық жұмыс қажет болатын болса, осылай топтарға бөліп жібереміз. Ендігі келесі мәселе бұл үнемі сізде осы мысалы 8-ші А сыныбы дейтін болсақ, осы 8-ші А сыныбының осы name picker сізде үнемі сақталып қалу үшін мына жерде жұлдызша белгісі болады. Жұлдызша белгісін басқан кезде добавить закладку деген болады. Сол жерге добавить закладкуды басатын болсаңыздар, сізде ол сақталады, панель закладкада сақталады. Мынау менің бірінші іздеу жолағы, екінші менің закладкаларым, мен үнемі қолданатын бағдарламаларды осылай сақтап қоямын, сонда қолдануға ыңғайлы. Және де мына жерге сыймағандары, мына жерде мынандай
тырнақша тұрады. Осыны бассақ, міне менде өте көп закладкалар сақталған, және де мен әр сыныбыма, мінекей флиппетидің нелері тұр, әр сыныбыма жасалған шеңберлер сақталып тұр. Мынау менің бір сыныбымдікі, тағы да келесі сыныбымдікі, осылай үнемі сақталып тұрады. Кез келген қажет уақытта мен оны ашып қолдана аламын. Не болмаса, бұны осы ссылканы, сілтемені көшіріп алып, жаңа Word документті ашып, соның ішіне қоятын болсаңыздар, және де мына жерге жазып қоясыздар. Мысалы 8-ші А сыныбы деп. Үнемі келесі сыныптікін жасаған кезде де, мысалы тағы 8-ші Б сыныбыны деп келесі сілтемені енгізіп қойсаңыздар болады. Сонда сіз өзіңіз оңай тауып аласыз. Бұл флиппети қосымшасының жаңағы спиннер деп аталады, рандомный пикер деп те аталады, яғни рандомно оқушылардың есімін таңдауға байланысты.